Ассалаумағалейкум достар, қал жадайларыңыз қалай, аман есенсіздер ма? Бұл біліп жүр YouTube каналы, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгінгі сіздерге көрсетейін деп отырғаным үй жағдайында кездесетін ноутбуктың болсын, компьютердің болсын, экранда мой компьютер деген приложение дейміз ба, настройка дейміз ба, мой компьютер дегеннің болмауы, жалпы айтқым келгені. Оны өзіңіз байқаусыздан өшіріп алуыңыз мүмкін, немесе сіз ноутбук болсын, компьютер болсын сатып алған жағдайда оның экранында мой компьютер деген настройка болмаса, оны қалай қалпына келтіруге болады, қазір сіздерге сол жөнінде көрсетемін. Видео ұнаса лайк басыңыздар, комментарий қалдырып отырыңыздар, каналыма жазылып отырыңыздар. Үшін мишканың оң жақ жағын басасыздар, одан кейін мына персонализацияға өтесіздер. Одан кейін мына тема дегенге өтіп, оң жақ жағында параметрі знак рабочий стол дегенге басасыздар. Мына жерде галочка қоясыздар, компьютер дегенге, одан кейін қабылдау, одан кейін окей дейсіздер. Оля, мой компьютер деген міне шығатын болады міндетті түрде. Сіздерге жалпы көрсеткім келгені осы достар. Видео ұнаса лайк басыңыздар, каналыма жазылыңыздар.